санитарлық шараларды сақтау тек менің ғана емес, жанындағылардың да ыңғайлығы мен денелік саулығына кепіл. Привет, меня зовут Адай. Я учусь в 8 классе, и мне очень нравится наша школьная форма. В ней я выгляжу стильно и круто. Уағалейкум ассалам. Саламатсыздар ба? Сәлем сөздің атасы. Үлкендермен сәлемдесу кішіпейілдіктің нағыз белгісі. Асхана ішінде қызметкерлер құрмет көрсету әр зияткердің міндеті. Себебі қарынымыз тоқтығы осы кісілердің арқасы. Рахмет. Меня зовут Сара, и мне очень нравится наша школа. Здесь всегда очень чисто. А еще на 3-м этаже есть огромная и очень красивая оранжерея. Спасибо работникам школы за их заботу и за их труд. Кітапхананың ішінде тыныштық сақтау және кітапхана мүлкіне уақытпен қарау кітапхана қызметкерлеріне көрсеткен үлкен алғысымыз болады. Тәртіп пен тәрбие әр істе көрінеді. Тәртіпсіз берілген білім адамзаттың қас жауы деп Әл-Фараби атамыз айтқандай, мектеп табалдырығының ішіне кіріп, шыққанға дейін мектеп тәртібіне бағыну ол нағыз зияткердің көрінісі.